Ахмет Байтұрсынұлы атындағы номер 20-шы орта мектебінің 9-шы А сынып оқушысы Қабдылманап Медина. Мен жобамның мақсаты табиғатқа оң әсерін беретін бизнес-идея құрау. Таза бизнес, таза болашақ, тұрақты өмірге бастар жол. Қазіргі таңда экология мәселесі өзекті. Табиғатқа зиян келтірмей салауатты өмір салтын ұстану жаңа тренд. Эко-кафе осы бағыттағы тиімді әрі пайдалы бизнес. Жобаның мақсаты қаламызда экологиялық таза өнім ұсынатын кафе ашу, пластиксіз, зиянсыз қызмет көрсету, адамдарға пайдалы әрі дәмді тағамдар ұсыну, эко-мәдениетті насихаттау. Неге эко-кафе? Адамдар денсаулыққа мән бере бастады. Сондай-ақ қазіргі таңдағы табиғатымыздың мәселесі. Мына суретте көріп тұрғанымыздай, табиғатымыз екіге бөлінуі мүмкін. Яғни біреуі әдемі әрі таза, ал екіншісі лас әрі қоқысқа толы. Әрине, әр адам таза әрі көрікті қаланы қалайды. Сол себепті де біз осындай бизнес идея ұсынып отырмыз. Ұсынылған өнімдер ол табиғи смузилер, шырындар, органикалық салаттар, бал мен және жеміспен дайындалған десерттер, шөп шайлары, қантсыз лактозасыз тәттілер. Ерекшеліктері қағаз немесе бамбуктан жасалған экологиялық таза ыдыстар. Өз ыдысымен келгендерге жеңілдік. Қалдықты азайту, интерьер, экологиялық стиле, пайдалы ақпараттар, ілінген бұрыш. Бамбук стакандардың артықшылықтары бұл табиғи қайта өңделетін материал. Экологияны қорғауға үлес қосады. Кафенің беделін арттырады. Бірнеше рет қолдануға болады. Эко-клиенттерді тартудың тиімді жолы. Орналастыру орындары ол біріншіден жастар көп жиналатын орындар, Шығыс Қазақстан университеті маңы, колледждер орналасқан аудандар, қалалық орталық саябақ маңы. Екіншіден жаяу жүргіншілер жолы немесе демалыс аймағы. Мысалға жастар саябағы, Ертіс жағалауы, Арбат көшесі. Сауда орталықтары маңы, Алтай Молл, Сити Центр. Қаланың экологиялық таза аймағы, тыныш, таза жасыл аудандар. Мысалға Абакетка жақ. Эко-кафе бұл жай кафе емес, бұл табиғатты қорғап, денсаулыққа пайда әкелетін өмір салты. Бюджет және кіріс. Шығындар ол жалға алу 200 мың теңге, жабдықтар 500 мың теңге, өнімдер 300 мың теңге, эко-ыдыстар 200 мың теңге. Жалпы 1 миллион 200 теңге шығады. Кіріс көзі ол күнделікті сатылым, онлайн тапсырыстар, іс-шараларға қатысу. Ұсыныс. Эко-кафе тек дәмді тағам ұсынатын орын ғана емес. Ұсыныста. Эко-кафе тек дәмді тағам ұсынатын орын ғана емес, бұл табиғатты қорғауға бағытталған саналы таңдау. Біз қаламыздағы алғашқы эко-кафелердің бірі болып, экологиялық мәдениетті қалыптастыруға үлес қоса аламыз. Ұсынысымыз Өскемен қаласында эко-кафе ашу, табиғатты қорғау үшін шаралар ұйымдастыру, эко-өмір салтын бірге дамытады.